Басты кінә елді басқарушыдан. Бізді Шыңғыс ханның 4 ұлынан тарған ұрпақты оған екеумізді кіреміз төре дейді. Қазаққа хан тек төрелерден сайланады. Жер төбесіз болмайды, ел төресіз болмайды деген сөз содан шыққан. Әр үйдің, әр отбасының өз төрі, ол төрде отыратын өзінің төр иесі болады. Төре дегеннің мән мағынасы сол. Балық басынан шіриді деген естуің бар шығар. Біз сол басынан шіріп жүрген халықпыз. Бақталастық, тақталастық төрелерден басталады. Оған мысал тұрсын екеуің де төресің, екеуіңнің де хан болғыларың келеді. Және ақылмен емес, күшпен болғыларың келеді. Сөйтіп өзді-өзің соғысасыңдар. Керей құрған қазақ хандығын аман сақтайық деген ой екеуіңде де жоқ. Бұл хандықта мен басқармасам деген ғана ой бар. Міне, ақылмен ел билемеу деген осы. Сонан соңғы кінә Шыңғыс хан бабаң жасаған ата салт жосығын сақтамау, оның басты шарты халықтың бірлігін, тұтастығын сақтау. Тұрсын әмірге ел бірлігінен бұрын өз билігі артық екенін білем. Оған керек емес, бірлік саған керек, сенің еліңе керек. Менің сені бауырыма тартуымның себебі де осында балам. Шайнап берген ас болмайды, қалғанын өз ақылыңмен жалғастыр. Мен қолымнан келген өз көмегімді аямаймын. Себебі енді сен өз баламсың. Өз баламның өз еліне ие болғанын қалаймын. Әбдірахымның бұл сөзі өз әкесі Шығайдан да естімеген сөз еді. Неден бастаса дейсіз? Ең қиын нәрсе осы. Неден бастау? Біз төрелер қазаққа сіңбеде емеспіз, кірмеде емеспіз. Қазақтың өз ішінен шыққан Шыңғыс ханның ұрпағымыз. Сондықтан қазақтың тағдыры біздің тағдыр. Тұрсын мен Имамқұл Түркістанның төңірегін бағындырғанмен, Жанарыс пен Бекарыстың ауылын бағындыра алған жоқ. Демек, ол екі ауылға сен әлі хансың. Ағарыс ауылының әйгілі Жанай батыры, оның тәлімі мен тәрбиесін көрген Сүлеймен батыры сені қолдамағанда кімді қолдайды? Мен өз құзырымдағы әскерімді саған бермегенде кімге берем? Осының бәрін ойластырып қарасаң, қазақ әлі сенің уысыңнан шыға қойған жоқ. Ал оны дәл осы кезде пайдалана алмасаң, мұндай сәт тағы бола ма болмай ма, оны тек бір Құдай біледі. Сондықтан балам, темірді қызған кезінде соққаның дұрыс. Пайдалана алмаған басшы оңтайлы сәттің не екенін білмейтін басшы деп ойын түйіндеген еді атасы. Көп жасаңыз ата, қамданайын онда. Сөйт балам, әуелі еліңе бар. Тұрсын ханның тап өзіне бар. Саған ел керек пе, мен керек пе деп төтесінен тарт. Бірақ төбелеспе, кішілік жаса. Елім үшін, елімнің келешегі үшін келдім деп ағыңнан жарыл. Сенің келгеніңді естісе, ел қамын ойлаған әркім-ақ еңсесін көтереді. Атасының соңғы айтқаны тым ауыр десе де ақылға салып, ақыры көнген. Әбдірахымның ақылы Есім ханға жүйрік атқа мінгізгендей жігер берді. Жас қатынына жан сырын ашты. Кеше хан едім, бүгін бас сауғалап жүрген қашқынмын. Соны біле тұра сен маған не үшін тидің дегенде ол, қарным тоқ болсын, киімім көк болсын деп тигем жоқ. Ханның қызы өзің білесің, оған зәру емес. Мен жай төбе болсам, әкем биік тау. Мен көрмегенді көреді, мен білмегенді біледі. Оны тыңдау менің перзенттік парызым. Баласын бақытты ету оның әкелік парызы. Балам, қазақтың ханы бізді пана тұтып келіпті. Ер жігіт 3 ақ үй тігеді, 3 қара үй тігеді дейді қазақ. Ақ үй тігуіне мен де көмектесейін, сен де көмектес. Шыңғыс хан бабамыздың қара шаңырағы қазақта көтерілген және қазақта қалған. Қара шаңырақтың ханына ие бол деді. Әкемнің сөзін екі етпедім. Қара шаңырақты сақтау үшін ұлы жанын қиғанда қызы жанын аяйма деп жауап қатқанды. Есім не дерін білмей мүдіріп қалған. Бірақ келіншегінің жауабы
әкесінің ақылынан кем шықпады. Құдай жолымда оңғарайын деп тұр екен деп ойлады. Келіншегін құшағына тартып, өзі келіншегіне қарай құшағын жайғанды. Соның бәрін бастан кешкен есімге Жәңгірдің тұтқын болғаны бәрінен ауыр тиді. Ойда жоқ, ойдан ойға шомып тұнжырап отырғанда жанына Жәңгірдің анасы келіп тізе бүкті. Үнсіз ғана иығына басын сүйеді. Хан да басын қатынына қарай қисайтты. Бала екеуміздікі болғанмен намысы халықтікі. Хан ғана емес, халқың да оның қамын жеп жатыр. Қарасайды шақырттым. Қалмақтың қыр-сырын одан артық білетін адам жоқ. Қамықпа, құтқарамыз, деді бәйбішесін жұбатып. Есім хан елдің қамын ойлағанмен, Тұрсын хан мен Имамқұлдың ығынан шыға алмады. Қазақ әбден қансырады, әбден ойсырады. Хан Тұрсын Ташкентте алтаң басқанмен шын мәнінде қазақты Имамқұлдың ұлы Ескендір биледі. Ал ол әрі содыр әрі дойыр басшы болып шықты. Ескендір қазақты қан қақсатты. Сан түрлі салық салып, оны жинаумен аяусыз айналысып, елдің намысын аяққа таптады. Қазақты тек сұрағанын бере салатын құл санады. Жазықтысы мен жазықсызын сараламай, қит еткен қазақтың басын алды. Басынғаны соншама халықтың өтемі деп, әдемі қызбен атастырылып қойған бойжеткендерді де тартып әкетіп жатты. Оның осындай оспадар қылғаны тіпті ордадағы қазақтың бәрі іштей қарсы еді. Ақырында алдына жылап келген ел жұрттың жасын көріп, намысқа шыдамаған Жанай батыр 70-тен асқан жасына қарамай Ескендірдің ордасына жалғыз өзі келеді. Батыр ақсақалды бірде-бір жасауыл бөгемейді. Қабағынан қар жауып, түксиген батырдың бұл келісін Ескендір бағынышты қазақтың жан сауға сұрауы деп қана түсінеді. Қарт батыр Ескендір дейді қату үнмен. Мана тақ саған қазақты қорлау үшін емес, қорғау үшін бермеп беді. Қит еткенді жазалап, бетіңе қарғағанның басын шауып жатырсың. Қазақ саған жау ма, бауыр ма дегенде, мәй менесе тасып тұрған Ескендір қарт батырға мысқылдай қарап, өзгенің басын қайтесің, өз басыңның амандығын ойласаңшы депті. Мен ойлағанда басыңның амандығын сен неге ойламайсың, дейді қарт батыр қаймықпай. Менің басымды алу оңай да, сенікін алу қиын ба? Сен мені қорқытпақсың ба? Не сандалып тұрсың, дейді Ескендір, тепесіне түрегеле беріп. Қайқысын қынабынан суырып алған қарт батыр, мә саған сандалған деп, Ескендірдің басын қағып түсірді де, шалт бұрылып ордадан шыға береді. Естіп тұрған, көріп тұрған жасауылдың бірде-бірі қыбыр етпепті. Бірақ әкесі Имамқұл қаһарына мініп, ұлының кегін қазақтан аямай алады. 6 ай өткенде қазақты қанадай қырады. Кейде тіпті бесіктегі балаға дейін найзаға шаншиды. Қазақ ондай жауыздықты ата жауы қалмақтан да көрмеген. Хан мен хан сыйласса, олардың халқы да сыйласады. Сыйласқанның күші көбейеді. Араздасқанның ауыз бірлігі азаяды. Имамқұлдың қаныпезер қылығы қазақ атаулының намысын қайрады. Ел басына күн туған осы шақта атасы Әбдірахымнан көмек алған Есім күш жинап енді Ескендірден кейін елді езіп жаншып отырған Тұрсын әмірге қарсы соғыс ашты. Қазақтың хас батырлары Шапырашты Сүлеймен мен қарт Жанай, Дулат Жақсығұл, Қоңырат Алатау, Кіші жүз Жембет бәрі қолдады. Қарасай мен Ағантай ол кезде ел шетін қорғап арқада жүрді. Қорланған, зорланған кек пен намыс кеудесін өртеген өңкей қазақ Есім төңірегіне топтасты. Ел жігерін қайраған Есім өзін хан санаған Тұрсынға тап берді. Түбіде тегіде бір екі жұрт қан майданда ұшырасты. Түркістан, Шымбас, Қазығұрттың айналасы қанға бөкті. Ашуы билеп кек қайраған халық бір атадан тарап, бір анадан өрбегендеріне қарамай, әлі жеткенін, айласын асырғаны, айласын асыра алмағанын тас талқан етті. Қан майданда бетпе-бет келген Сүлеймен батыр туған қайнағасы айырылмасты жекпе-жекте жер жастандырды. Тұрсын ханның бұйрығымен өз бауырластарына қарсы шыққан қатағандарды оңды солды шауып келе жатқан Сүлейменді
танау мерген атып өлтірді. Әкесін атқан танаудан кек алу үшін түн ішінде Тұрсын ханның ортасына ұрланып кірген 15 жастағы Сиқымбай адасып жүріп Тұрсын ханның шатырына тап келеді. Хан деген атты қастерлеп өскен бала бауыздай сауға батпай, бірақ өлімнен ұят күшті екенін ескеріп ханға дәрі кетеді де тыз жалаңаштап құйрығына жіп тығып бет аузын айғыздап бояп масқаралап кетеді. Және жай кетпей мұны істеген Сүлеймен ұлы Сиқымбай деп жазып кетеді. Әрі өжет, әрі иненің көзінен өткен жіпті бала хан шатырынан шығып ұйықтап жатқан танау батырды дәрі ескетеді де арқалап алып кетеді. Ертесі оны елдің көзінше дарғасып өлтіреді. Сиқымбайдың ол ерлігі бұл күнде еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін білетін аңыз. Қашқан Тұрсын ханды Абат деген жерді қуып жетіп Есім хан өз қолымен мерт етті. Алапат ашу билеген Есім хан Тұрсын ханды жақтаған қатаған тайпасын аямай қыруға әмір етті. Дизақ пен Ташкеннің төңірегін түгел жайлаған қатағаннан қашып пысып жан сақтаған аз Шанышқылылар ханы аман қалды. Жеңістің желігін баса алмай жебініп жүрген Есімге сол кез Жалаңтөстен жедел сәлем жетті. Имамқұл, қырған қазағыңды өзіңде қырдың, одан сенің нең артық? Өзіңе 22 жасында мен жолығып ем, 16 жасында Әбдірахымның қызы тиіп еді, екеуміз сені ел үшін сыйламап па едік, сол елді неге сыйламайсың депті. Сонда Есім хан ескертпес сөзден есеңгіреп қалды. Екі көзін тарс жұмып алақанымен бетін басты. Беті күйіп, өз бетін өзі тура қарай алмады. Бір Жалаңтөс емес бүкіл қазақ айыптап тұрғандай әсер етті. Артық ашуға мінгенін өкіне түсінді. Түзеуге келмейтін, орны толмайтын ағаттық жасапты. Тек Құдай кешіре көрсін деп тіледі.